Ассалаумағалейкум баршаңызға. Эфирде YouTube арнасы таң ат баласы. Жалпы мен әлі Гуанчжоудамын. Өзімнің тұрып атқан бөлмемді сіздерге көрсете отырайын. Қараңыздар, мынау ортаңғы есік, кәдімгі кіреберістен. Және де сразу же бір жататын диван, тумбочка, телевизор, анау-мынау. Мына кірдіңіз, қол жуатын, және душевой и санузел. Болды, дәл осындай бір асық кетсе бар ғой, бір 5 квадрат па сондай бөлмеде өмір сүріп жатырық. Егер алдыңғы видеоны көрген болатын болсаңыздар, мені жалпы Айтуған бауырымыз шақырған болатын өзінің жатып атқан отеліне. Сояқта балдармен бірге тұр шеш, не істейсің гостиницаге ақша құртып деген сияқты да. Ол мәселені енді көп ойландым, былай ойладым дегенмен де Құдайға шүкір, әйтеуір жұмыс жасап, ақша тауып атқасын. Өзіңмен өзің болғанды өзім дұрыс көріп отырмын. Енді мүмкін жағдай қиындап атса барармын да. Ал қазір сол бұйырса Айтуғанмен кездесуге барамын. Сол жақта кішігірім шай, анау-мынау әңгіме айтатын боламыз. Одан кейін дәлірек көретін боламыз қалай болатынын. Жалпы видео қызықты болады деген ойдамын. Сол себепті эфирден үзілмеңіздер, арнаға тіркеліп қойыңыздар, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз бастаймыз, кеттік. Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Ассалаумалейкум. Короче, мына жерде Джесс Кинг дейтін жігіт бар екен. 7 миллион 200 подписчигі бар. Ол қай жерде деп отырса, анаяқта отыр, барайын ба, бармайын ба? Негізі мен Айтуғанға келгенмін ғой. Сонда да амандасып жіберейік те. Ассалаумалейкум. Извиняюсь, что нарушаю покой. Қалайсың? Алейкум ассалам. Қалайсың бала? Сені танып келіп атырмын ғой. YouTube арнасы таң ат баласы. Так, пообщаться деген сияқты. Приятного аппетита. Жалпы танып отырсаңыздар, бұл Джесс Кинг сайт ба? Солай. Просто ағылшынша білмейміз ба, былай айтқанда. Сол танысқаныма қуаныштымын. Есімім Парахат болады. Рахмет. Нұрбек. Өте қуаныштымын. Жалпы осында жүрік тоже. Туда-сюда шаруалатып. YouTube-қа түсіреміз постоянно. Хорошо. Таң ат баласы. YouTube арнасы, если что, мені кездестіріп атсаңыз, 7 миллион 200-ден бір лайк басып жүресіз. Сен әрекет давай. Обязательно. Адышы атай. Қай жерде өтсің? Жоқ, тұрым қазір даңдыман. Сыртқа шығып кеттім. Кәтадыр. Ассалаумалейкум, жігіттер, қалайсың? Ассалаумалейкум. Всем привет, всем ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсың ба? Шүкір, жақсы, өздерің қалай? Азербайжан тамақшыңыз болса қа? Осы яқын күнде таңға түсем жалпы. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Сходы ғой, басқа вариант жоқ. Не хабар, амансыңдар? Амансың. Жалпы сол Айтуғанға келіп атқан, кездесіп, шай тамақ ішіп, туда-сюда деген сияқты ғой. Әрі қарай дәші бақылап отырыңыздар. Қалай? Біздің бауырларымыз Арман, видеограф, Бағдәулет, Бақытбек бүгін келіп көріп отыр Қытайды шақ. Дұрыс. Қош келіп атсың, бауырым. Осындамыз деп қоясың ба? Қытай туралы бір факт айтшы, чтобы реально алдам қалмайтындай ма бір болады ғой, бір факт. Не істеу керек? Бірінші. Мен өзім ба? Бұл кісі бір ақылыңыз. Жалпы бар ғой, ешкімге сенбеу керек қой, ең бірінші. Өзіңе сенесің ғой, короче, былай айтқанда. Қай жақта жүрсең де, просто ол сенгенде, сенбегенде емес. Былай жан-жағына қарап жүресің ғой. Енді ең бастысы ақша бермеу керек қой, болды. Алданып қалады, содан ғой алданып қалады көбісі. А дальше уже енді партнерство кіріп атсаң, қарайсың ғой жан-жағына. Көбінесе бізде бар ғой жаңағыдай. Осы жерде бір әйел адам келді да, айтады да, Айтуған дейді да, Қазақстанның қазақ балалары алдап кетті біз дейді да. Қытай оны айтады дейді, ренжімеймін дейді бар ғой, қандай сұмы болса ренжімеймін, келіп алдына өтсін деп айтады дейді бар ғой. Там примерно 10 лям ғой, 8 лям. Прикинь? Осы талады қайды Қазақстан құттай ғой, по идее. Вообще әлем құттай ғой негізінде, былай қарайтын болсам. Арман бауырмен таныстым мен. Солай. Қай жақтан келдің? Ақтаудан. Сен қайдан боласың? Қызылордадан. Қызылордадан.
В общем, айран деп біліп тұрсың ғой примерно. Жаймен айырам. Жаймен. Айып тастау керек қой, басқа вариант жоқ. Айып тастағанбыз ғой біз. Айып тастағансың ба? Тағы жаймен деп. Басқа нишалар көру керек көп. Қай жылғысың өзің? 90. 91? 89 болған. Балабақшаға полный Қазақстанда почти қамту жасында 5 жыл болды примерно, да? Ойыншықтармен, да? Полный 80%-ын қамтамасыз етіп тастадым балабақшаны. Қызылорданың. Түркістандікін 20%. Әлі 80% бар. Дамитын заттарда кішкентай балалар ойнап дамиды, соған сұрайды, да? Развитие. Развитие. Айналысқасын бір пайдасы бар нәрсемен айналысып кеткен. Балалар рахмет айтады. Қазір көп ата-ана робототехникасы бар ма деп сұрайтын болдым. Жоқ десе кірмейді ше. Робототехника кәдімгідей Сәдіктің сұранысын арттырады, короче, да? Иә. Сосын бала толтыруында жақсы ше. Сосын не істеп тастады ғой. Че там, соны істейміз ба Ақтауда или қалай? Дұрыс ойыншық алмаса, балабақшадағылар дұрыс ойыншық алмаса шығарып салатын болған ғой. Сондай комиссия құрылған ғой. Баяғыдай анау мынау ала бермейді қазір балабақша. Серьезно ойыншық алады. Бізге жақсы болып тұр ғой. Онда саған даму керек қой. Брат, может чуть потише, а? Видео снимай. Ол тема жақсы тема не? Иә, мен бізде спорттың ең көбін біз алып келеміз. Тендерде көп ойнатылатын сумма содан робототехника. Жақсы болып тұр. Робототехника дейсің ба? Лего, короче, да? Развитие. Балдарға арналған. Даниядан алдыртамыз. Китайский бар. Робототехника дейтін зат бөлек, Лего бөлек қой, екеуі сол. Атауы сондай ма? Негізінде Лего Даниядан шығады ғой. Сол. Кәдімгі оригиналын әкеліп сатамыз. Китайскийлер бар, бірақ арзан бар. Ешқандай айырмашылық жоқ. Сонымен айналыса берсең болады, қымбатқа сатып. Түсінікті. Пайдасы жақсы. Негізінде мен жаңа посттың серіктесімін. Кімнің? Жаңа пост. Жаңа пост? Логистикалық компания ғой. Карбамыз цифрландырып тастаған ғой. 250 бөлімшесі бар Қазақстанда. Сержан Тоқай деген басқарады. Соның бөлімшесін басқарамыз біз ше. Барлығымыз бірлесіп қазақша ойыншық шығарып жатыр ше. Елге пайдасы бар. Бізде қазір 25 ойыншық бар қазақша. Көрсетіп аламыз. Ана әріптер айтатын, сан айтатын. Осы Қыдырәлі Болманов екен, соларда бірдеңе шығарды ғой, да? Қымбат шығарды, сосын жалып болды оған. Қымбат сатты, бізге енді қол жетімше. Бізге балабақшаға судай өтіп жатыр ғой. Керемет. Жалпы пайдаланам дейтін болсаңыздар, пожалуйста, жігіттер, қыздар, бос ниша деп жатыр. Кіре беріңіздер. Ақша бәріңізге де жетеді. Бізге хабарласса оптын береміз. Пиндодадан алып келетін бағадан 2 есе оптын беремін. Пиндода сатып жатыр. Пиндода магазин бар. Объеммен залып кетесіздер ғой уже, да? Иә, Пиндода магазиніміз бар. Маған реализацияға бересің ба, соны айтшы, брат. Ондай болмайды. Қазір резко бастап кетемін шаруаны деп қоясың. Иә, ол дұрыс айтасың. Сауытты алдыртамыз ғой, өзіміз істеп. Қанша минимум, қанша суммамен кіру керек примерно? Жарты лям ғой. 100 мың теңгемен біраз ойыншық аласың. Түрлерін апару керек те, өйткені бір түрмен бармайсың да. Ойыншақ түрін апарасың да балабақшаға. Бірге бір қосып. Ол үшін бірінші балабақшаны зерттеп алу керек қой. Неше балабақша бар деген сияқты дұрыс па? Мен айналысып кеттім. Каспийден енді потолок сатып жатыр ғой қазір. Мықты нелер бар, рейтинг бойынша тұрған 800-дей адам сатып жатыр ғой қазір. Ақтау нелер деген, бос деген. Оңтүстік қой қазір, Алматы. Хорошо, түн алдымызда ойланайық, көрейік. Не ғой жалпы айтылған, короче, алдында сенімен бір фотоға түсіп, неге инстаграмға салдым да. Сол кезде, бір-екі негатив келді, короче. Типа, сенбе оған, анау-мынау деген сияқты да. Сосын неге екен деп ойлап қойдым да. Сосын сұрайын ғой, неге деген сияқты. Маған жауап береді да, типа мен берген тауарларым келмей қалды, анау-мынау деген сияқты да. Енді сол бойынша жалпы өзің не айта аласың? Мен сияқты алаяқтар 74 штук, короче, общий айтқанда Қазақстан бойынша. Қытай мемлекетінде жүрген блогерлер болсын, жаңағыдай қарапайым адамымызға барлығымызша. Вообще нөлден басталып товар жүрген адамдардың барлығы да қадалып отыр ғой. Менің товарым примерно 4 миллион 600 мыңға ма? Қадалып қалдым товарды жіберіп ше. Қасымыздағы блогер қыздар бар, балалар бар. Бір адамның закупы
8 миллион, қателеспесем 8 миллион 800 мың болды. Екі адамбыз да, сондай сияқты 74 адам бар. 74 пе 77 адам бар. Группа аштық, короче, бір адамдарға товар жібердік, сендік, өзіміз қазақтар, короче. Қытайға қазақтар келеді. Ең бірінші не істейді, логистика ашады, короче. Қытаймен дос болғанда логистика ашады. Ойбай, әрі бері соған товарын жібереміз. Бірінші ай нормально кетеді, екінші ай нормально. Үшінші айда, короче, ар жақтағы біздің товар жіберетін товар жіберген ақшамызды соңғы айын ба қытайлық бастыққа бермеген, короче. Товарымыз Алматыда тұр, мына жақта Қытайда біз, короче, бермеймін дейді, прикинь. Ақшаны берсін. Ақшаны берсін дейді, короче. Мен ол туралы естідім жалпы. Ар жақтағылар, короче, ішіп тастаған, короче, жоқ. Дұрыс па? Мен товар жіберемін, білмейсің сразу енді. Кеше жатыр, 5 күнге шығады, жақсы жетпейді. Максимум 10 күнге шығады. Еш жетпейді, короче. 15 күн нормально да, короче, средний. Уже 17 күн пик болып тұрды андай ше. Дұрыс па? Сөйтіп товар кешігеді. Салам. Ана кісілер товарын алып, қанша мен құйдым? 2 миллион 200 деймі құйдым. 1 900 000 тап-таза кетті. Құйып, товарды қайтадан алып, то есть немес товар дегенде заттарды қайтадан сатып алдым да, короче, қайтадан жіберемін. Сол жерде уже мен сөйтем, короче. Сенде қалып та, короче, жаңағы келмейді, телефон сосын алмайды, жоқ, мен ойлаймын, жоқ, бітіп кетті. Тендердің заттары болды да, келмесе, короче, сұрақ бір жақтан. Қысып жатыр. Қысып тұрған кезде. Товарды алып, короче, бір жақтан спрос аламын. Соның товар келеді. В общем, нормально кетті, короче, емес бұдан. Бірақ бір жақтан мен теңге құйдым ғой, сол жерде менде ашып кетіп қалды, мен қазір машинаны сатам да. Ана уақыт кейбіреудің товарлар емес, ақшалары, короче, қайтарып береді, ақшалары қайтып береді, короче. Сондай болып кетті, Вот, содан кетті кішкене да. Примерно қазір мен қарызбын, там көп емес па, 1,5 мың. Жалпы не келіп не кетпес ер жігіттің басына дейді ғой. Сол кезде, короче, Абай Құнанбаев атамыз айтады ғой, короче, адам дейді да, адам. Қой сияқты дейді ғой, короче. Біреуі мені мақтап шығаратын болса, көпшілік мақтап кетеді негізі ше. Біреуі мені жамандап шығаратын болса, көпшілігі неосознанно жамандап кетеді да. Мен соған таң қаламын да, короче, дұрыс па? Мен оны қатты қиналмаймын, ештеңе істемеймін, короче, просто хайыр деймін да, мен осы жақтамын, Қазақстанға барып тұрамын, ешкімнен қашып жатқан жоқпын, Инстаграмға шығып жатырмын. Бәрі жақсы. Оқушыларым білетін, например, мен баратқан мен қарсы шығамын, бәлкім. Қадап кететін болсам, 500 мың теңге, 250 мың теңге билет алып та келеді ғой, то есть 150 мың теңге билет алып та келеді. На сайт визит істеп беріп отырып негізі ше. Дұрыс па? Мен ешкім қашып жатқан жоқпын, мен наоборот жұмыс істеп, адамдарға ақшасы қойып беріп жатырмын. Түсінікті. Любой адам келіп спрос алады. Бірақ ондай мәселе жоқ, короче. Сол моментте айтайын, брат, бауырым деп жүрген қазақтың бар ғой енді жігіттер. Жығылғанда жұдырық болды сол кезде ше. Ойлашы, бір тек тік ашып жүріп қойдым алаптың ғой мен. Ойланбастан, чтобы ол атым шығып кетпесін деп көлік саттым, короче. Көлік саттым, 2 миллион алдым да жауам. Жетпей қалып, ана бала, короче, теңге шығып қалып, көлікті алған баланың бар ғой. Мен айтқанмын, 2 миллион бересің, потом бересің деп. Короче, ұзақ әңгіме кетіп кеткен ғой, прям. Анау Оралдың баласы 20 мың теңгелеп, 5 мың теңгелеп алып кетті, прикинь. Оны қысатқан жоқпын, адамбыз ғой. Мүмкін оның басына бір заттар болатын жерде. Сол сияқты ғой, короче. А так халықпен связанбыз, ешқандай бір алдау, ешнәрсе жоқ, халыққа көріп короче. Еңбегімізге байланысты береді да. Сол кезде даже мама айтты, мама, прикинь, балам дейді, короче, ана проблема бар ғой, риск ұлғайып кетті, короче, біреу инстаграмға салып қояды, қожайын дейтін бір кісі ше. Бір кісі, бірін айтайын, қожайын дейтін адвокат кісі, короче, мен салып қояды инстаграмға. Бір адам заявление жазған, короче, сол кісіге примерно лазер апарып келмей қалды деп. Кешіп қалды ғой, зат кешіп қалды ғой, келмей қалды дейді. Зат мен инстаграм шығарып қойды, короче. Рұқсатынсыз, я айтайын, рұқсат сұранды ғой кісілерім. Халықтың алдында супермен болып көрініп қалғысы келген шығар бәлкім. Сөйтеміз де, анау, короче, манағыдай ғой, халық бәрі жамандайды мен, прикинь, короче. Әскершін еді, 2 мың адам жетіп, WhatsApp-қа группаға, прикинь. Алып маған атаковать етеді, короче. Сондай қатты ит қалып. Енді мен ол кісі туралы бір нәрсе айта кетейін. Көп ақпарат жинап қойдым, короче. Скоро мен шығарамын. Ол кісінің нағыз қандай адам екенін мен скоро шығарамын. Өйткені ұланға да айтқам, шығарамын, брат, керек емес. Біз білеміз деген ол қандай адам екенін ішінде. Ала берсе ол 10 күн 15 күннің ішінде шығарамын деп отырмын. Жалпы бір нәрсе айтайын, заказ бойынша солай істейді, короче, дұрыс па? То есть тебя заказали, да? Бірақ мен ойламаймын, олай ше. Бітіріп жатқан бәрі. Вау дейтін ештеңем жоқ қой.
5-6 миллион әрбір 5-6 миллион береді Иә. максимум там 12 миллион 10 миллион 7 миллион шығып барады дегенше ол қатты не емес қой ешкімге кедергісі жатқан жоқ негізі ше заказ ойламаймын бірақ ана кісінің ол құдай емес та типа мені аққа салатын немесе қара деп айыптайтыншы конкретно потому что білмейді да мен жақта не болып жатқанын ше и мен ол кісіге түсіндіруге міндетті емеспін деп ойлаймын потому что ол кім да даладан келіп тұр да сен сияқты келіп шайдың басына сұрайтын болса мен түсіндіріп айтып бере аламын осындай осындай болып жатыр шипрасын потом барлығы біледі оны бүкіл жаңағы 74 адамның барлығымыз білеміз да не болып жатқанын ше сол айтайын тұрған нәрсем даладан келіп мужиктен ей деп сұраса қате да ол ше Иә. блогер ғой блогер енді не істеймін жақсы Хотя оның жалпы ешқандай саған тапсырысы болған жоқ. кімнің жоқ оның вообще қатысы жоқ вообще типа оның заказ болса екен хотя бы бар ғой Иә, там сестрасының хотя бы бар ғой Иә. даже имамдардың заказдарын кешігіп қалды прикинь имамдардың Жоқ енді имам да адам ғой былай айтқанда. сондай андай күтіп отыр ғой прикинь сағат 2 ай күтті да дұрыс па логистиканың соңында мен бардым да өзім былай шештік короче қытайлық қазақтармен екінші рет жүрген кезде тоже бір шаруа болды сол кезде мен ұсталып өзім бірге бір шешкем конкретно сол жерде там сумкасынан ақшасын алып салып қойып конкретно салып жібердім сондай мәселелер болады короче ешкімге сенбеңдер Жалпы, в общем, бұл әңгіме неге айтып отырық? И ойбай басылып кетті. Басылып кетті. Короче, жалпы мен айтуға мен ешқандай қатынасым жоқ да. Біріншіден сразу басымызды ашып алайық. Ертеңгі күні айтады, ой, бля, шақырып алып туда-сюда, расымен мынандай әңгіме болатынын да білген жоқпын да негізінде. Но бірақ маған конкретно по факту мен даже көрсете аламын кім жазғанын да. Сосын сол жазғасын мен ойлап отырмын да. Ертеңгі күні мен мысалға эфирде осыны ютубқа салған кезде чтобы сразу маған жабыспайтындай да адамдар мысалға ол деген лақтырып кетті ғой үйтті ғой бүйтті ғой неге онымен сөйлесіп отырсың деген әңгіме болмау үшін мен сразу осы жерде сразу сұрап отырмын да осындай маған инстаграмға негатив келді сен туралы и сол туралы не айтасың деген сияқты міне өзінің жауабын айтып отыр а жаңағы адвокатты мен шыны керек танымаймын да кім туралы но бірақ қалай ес солай бар да в общем а так шай тамақ ішіп отыр бар ма айтып қосады сәл ғана бір уақыт қой иншалла менің түпкі ниетім бар қытайлықтар неге білесіздер ма дамып кеткен қазақстаннан қазір біз есептеп қарасақ кем дегенде бір 25 жылға дамып кеткен да потому что иннамал беният дейді да барлық амалдар ниетке байланысты қабыл болады дейді да бағаланады дейді да қытайлықтардың көбісі шошқа жегенмен бірақ олар адамымызға пайдамыз тисін деген ниетпен істейді да адамдарға пайдасы тиеді біздің бизнесіміз дамиды елдер қаншама дамып кетіп жатыр да а егер менің ойым там анадан 1-2 миллион алып анадан 2 миллион алып сөйтіп жоқ болып кетіп болатын болса ол не істеймін оны 100 миллион емес қой типа там хотя бы там бір 3-4 ондай емес ол субханалла просто біреу жамандады и артынан бәрі артынан деп халықтың іші пысқан короче көп халыққа деп айтпай ақ қояйын көпшілік адамның іші пысқанда сол үшін андай азғын заттар тиктокта инстаграмда хит болып кетіп жатыр да біреу өтірік бірдеңе десе соған бәрі лайк басады короче ішіп еріккен адамға как раз мен түсіп қалдым да аллахтың қалауымен ше но бірақ айтайын деген нәрсем менің ниетім мен оқушыларымды оқытып жатырмын менің ниетім жас балаларды кәсіпке шақыру и соларды дамытып көрсету олар істеп жатыр да конкретно ше олар дамып жатыр конкретно ше и мен де короче өзімнің орнымнан шығамын алла тағала бәрін жақсартып қояды алла бұйырса мен ондай тәрбие алған адам емеспін брат ассалаумағалейкум лайк басып қолдап кетіңіздер просто комментарий жазып кетіңіздер егер де комментарий жазсаңыздар мен өзімнің атымнан бірдеңе беремін не беремін не бергенде не қыл деп жазу керек соны айтшы жоқ сөзім түсінікті болды ма жалпы бәріне түсінікті болған сияқты сөзім түсінікті болса түсінікті жазып кетсін қиындатпай ақ қояйық түсінікті жазып кетсін болды өзім еркекше вот қарап отырамын да не беремін сағат берсе сағат қазақстанда 110 мың теңге тұратын Patek Philippe сағатын беремін бізде нормально тұрады короче менің оқырмандарым народный месте бір сағатты оқып қойып тұр ғой менен кетпеген сағаттар так айтуғаннан барайын деп жатыр айтуған жалпы сағатпен көтерілген ғой өздеріңіз білсеңіздер дәл осылай тамақ жеп отқан кезінде ассалаумағалейкум деп баяғыда көретін едік қой ойлайтын едік үлкен жігіттер шығар оказывается базар жоқ кәдімгі дұрыс балдар екен ғой негізінде осылай сағат беретін болады қалай дедің аты Patek Philippe иә 110 мың теңге тұрады анау мощный короче анау бөлек короче өзің таңдап аласың соның ішіне бір адамды иә қарап отырамын да тупо андай видео түсірейік иә бұрылдату арқылы таңдаймыз басамыз бағып бере саламыз без проблем ол деген
чисто түсінікті деген жазу болатын болса ма? түсінікті деп өзінің алып қосарын айтса да болады. Иә, сол ғой, сол мен де ойлап отырмын. Түсініп алса болды да, мен түсініп түсінген айтып берсе. Жалпы түсінікті ғой, түсінікті деп жазасыздар. Одан кейін там өз мнениеңді жазып кете бересіздер ғой, дальше больше. Так, жалпы айтайын дегенім, мысалға жаңағы айтуғаның темасы бойынша енді былай айтқанда қалай это одна сторона медали дейді ғой. Енді жалпы өздеріңіз білетін болатын болсаңыздар, ситуация қалай болғанын онда жаза кетсеңіздер болады, проблема жоқ. Себебі айтуған өзінің темасын айтуы мүмкін, ал сіздер оның әрекетін, іс-әрекетін сіз қалай түсіндіңіз, иә болмаса сізге қалай зардап, иә болмаса тағы бірдеңе шектіңіз ба, оны білмеймін енді. Ол сізге қалай жеткізді ситуацияны, ол арада мен бармын ба жоқпын ба, мен вообще былай айтқанда да. Но егер өздеріңіз енді оны қарайсыздар, жалпы қалай болғанын, не болғанын деген сияқты да айтарым сол жалпы. Енді жалпы жаңа жақсы отырыс болды. Біраз әңгіме айттық, әңгіме жоқ. Дегенмен де енді айтуған бауырымыз өзіңіз көрдіңіздер, өзінің ішіндегісін айтып жатыр. Шыны керек, сол алдында айтқандай, инстаграмға маған жазады да, айтуған мен ойбай, үйтпе, бүйтпе, ауайла деген сияқты да. Сосын сол мәселенің бойынша сұрағаным ғой.